Сәлеметсіздер ме менің алтын тыңдармандарым. Бүгінгі әңгімемізді бастамас бұрын лайктарыңызды басып тіркеліп қоюларыңызды сұранамын. Жібек Бірдөкейдің ерке тоты Шолжаңбай қызы. Өз сондай келбетті, шашы ұзын, өз әдемі, сардан келген қыз. Жібек бай әрі әдемі болғанға көп адамды менсіне бермейтін. Тек өзінің араласатын ортасы бар. Жібектің жаман қылықтарға әуестігі ерте басталған. 9 сынып кезінде қасында қыздарға қосылып темекі шегуді бастады. Әкесінің байлығына сеніп мектепті де жарытпаған. Оқысы келсе оқып, оқымаса тіпті қоя салатын. 2018 жылдың қыс мезгілі болатын. Досы Есбол хабарласып, бір құрбысының қиын жағдайда қалғанын айтып, үйіне бір түнге түнете тұруын өтінеді. Жібек еш қарсылықсыз келе берсін, күтіп аламын дейді. Шамалы уақыттан кейін бөтен бір номер хабарласады. Өзін Үнжу деп таныстырады. Есболдың айтқан қызы осы болды ғой деп ойлаған Жібек есікті ашып, үйіне кіргізеді. Үнжу бір көргеннен Жібекке ұнамады. Түрі сұсылау келген, шашының бәрі қызылды-жасылды болып боялған. Сырт көзге қарағанда көпшілікке ұқсамайтын ерекше қыз. Бірақ досының құрбысы болғанға сыр білдірмеді. Сол күні Үнжу Жібектің үйіне бір күн түнеп, ертесі орталық базарға апарып тастауын өтінді. Сол жерде жігіті күтіп тұрғанын айтады. Келіскен екеуі орталық базарға барады. Жігіті Үнжуді күтіп алды. Өзі орта бойлы, сымбатты, қара торы жігіт. Жібектің көзіне бірден түседі. Жігіт те Жібекті ұнатқанын көрініп тұр. Өзі әдемі, қызға қайта-қайта қарағыштап көзін ала алмай тұр. Көп күттірмей Үнжу Жібекті жігіті Алмаспен таныстырды. Сосын Жібекке рахметін айтып, екеуі әрмен қарай кете барды. Жібек те Алмасты қимағандай үйіне қарай қайтты. Сол күні Жібектің ойынан Алмас еш шықпады. Өзі әп-әдемі жігіт, Үнжу сияқты қыздың жігіті болғанға бір жағынан қызғанып, бір жағынан қимай тұр. Не керек тілеген алдынан іздемей-ақ табылып, кешкісін Алмас Жібекті ВК желісінен тауып алып, хабарлама жазды. Жазады деп күтпеген Жібек те қуанып қалды. Екеуі ұзақ, түн ортасына дейін сөйлесті. Ертеңіне орталық базарда қайта кездесетін болып шешті. Ертесі таңертең Жібек Алмас үшін қайта орталық базарға барды. Сол жақта кездесіп, екеуі бұрыннан таныс адамдарша күліп, ашық, жарқын сөйлесіп отыр. Екеуіне бүгінгі күн жетпейді ғой, сірә, әңгімесі таусылар емес. Әңгімесі жарасып, әлі айтатыны көп. Айтқандай уақыттың да қалай өткен белгісіз кеш болып қалды. Алмас қимай-қимай Жібекті үйіне дейін шығарып салды. Міне сол күннен бастап екеуі бір-бірімен сөйлеспесе, көрмесе, даусын естімесе, ұйықтай алмайтындай халге жеткен. Не еткен бақытты көздер. Алмас Жібектің барлық айтқанын жасайтын. Шын мәнінде ерекше ғашық болды. Күнде тәттілерін алып Жібекке келіп тұратын. Байдың қызы өз еркеліктерін көрсетсе де көтеретін. Себебі шын ғашық еді. Уақыт өте келе сол ғашықтықты Жібек бағаламайтын болды. Күндегі әкелетін тәттілерінен жалықты. Себебі бір сарынды өмірден жалықты ма, оның Алмасқа деген сезімі бетін біртіндеп суып кеткендей басыла берді. Енді Жібек бұрын әдетіне басып, менсінбеуді шығарды. Алмасқа сенің көлігің жоқ, маған көлігі бар, жағдайы жақсы жігіттер ұнайды дейтін. Соңғы кезде сөйлескісі келмей қара тізімге енгізіп тастап жүрді. Алмастың әкесі жоқ, тек анасы болатын. Соған қарамастан көп ұзамай намысқа тырысып, қайдан алған белгісіз Жібектің алдына су жаңа көлік мініп келді. Көлікті көргенде Жібек қуанғаннан Алмасты барып құшақтап алды. Енді Алмас Жібектің жеке жүргізушісі сияқты болып жүрді. Күнде таңертең 6-да сонау бір сағаттық орталықтан келіп Жібекті сабағына апарады. Сабағы біткен соң қайта аяғын жерге тигізбей үйіне апарып тастайтын. Жібектің аузынан не шықса барлығын жасайтын. Ұялы телефон деп еді, оны да берді. Ғашық болғаннан барлық мінезін, еркелігін көтерді байғұс. Алайда Жібек Алмасты бағаламады. Қанша тырысқанмен Алмасты қара тізімге енгізіп, Алмастың сезімін қайта қабыл алмады. Алғысы да келмеді. Өйткені сол уақытта Жібек өзіне басқа бір жігіт тауып алған еді. Алмастан әбден жалығып, енді ғана тапқан жігітпен сөйлескен қызық болатын. Бірақ сол уақытта Жібектің ойын өзінің бағын қолдан ұшырып алам деген ой мүлдем келмеді. Тек сол уақытты ғана ойлайтын. Сол күндермен өмір сүрді. Бірақ Алмас ештеңеге қарамады. Алған бетінен қайтпай жүрді. Күнде Жібектің үйіне келіп тұратын. Жібекке
сен бәрібір менен артығын таппайсың, менікі боласың дейтін. Бірақ бұл сөз жібекке еш әсер етпеді. Алмас жібекті өзіне қайта ғашық ету үшін барлығын жасады. Бір күні қоярда қоймай Алмас жібекті киноға ертіп барды. Сол жерде үлкен дайындықпен жібекке сөз салды. Көпшіліктің көзіне сөз салғанға жібек те еріп салып кетті. Алмастың сөзін, сезімін қабыл алды. Бұл кездегі Алмастың қуанышында шек жоқ еді. Сол қарқынмен тағы 3-4 ай жүрді. Сол аралықта жібек өз еркімен Алмасқа беріліп те қойды. Соған қарамастан тағы өз әдетіне басты. Тағы көкірегін көтеріп Алмаспен сөйлескісі келмей жүрді де оны тағы тастап кетті. Бірақ бұл жол Алмастың өзі де шаршады ма? Ештеңе айтпады, тек әскерге кететін жеткізді де содан кейін мүлдем хабарсыз кетті. Арада біраз уақыт өтті. Бұрынғы барынша көңіл бөліп жүрген Алмас жоқ. Енді жібек Алмасты анда-санда есіне алып сағынып қоятынды шығарды. Қолда бар алтынның қадірі жоқ деп бекер айтпаған шығар. Есіне барлық жақсылығы енді түскендей, бірақ намысы жібермей хабарласпайтын. 2022 жылдың қыркүйек айы болатын. Алмас кеткелі жібек қатты өзгеріп, мінезі тіпті бұзылып кетті. Бұрынғы шегетіні былай тұрсын, енді тіпті шетінге көшті. Болашағын тіпті ойламайды, тек бір күндік қызық үшін жүргендей. Бір күні жібек құрбысымен қыдырып жүріп, орталықтан тағы бір жігітпен танысады. Сол жерде еш ойламастан телефон нөмерін береді. Сөйлесе келе жігіттің әкесі мен мектеп директоры, анасы да мұғалім болып жұмыс істейді екен. Жақсы жерден бай отбасынан шыққан жігіттерді жақсы көретін жібек бұл жігіттен де айырылып қалғысы келмеді. Екеуі сөйлесіп жүріп, ол жігітке де өз еркімен беріліп қойды. Сол жағдайдан кейін өзін жайсыз сезініп, жүрегі айнып бастайды. Өзінің жүкті болған бірден сезген жібек үйіндегі әке анасына айтуға қорқып, жүрексініп жүреді. Арада 2 ай уақыт өтіп кетеді. Іші білініп қалмасын деп жігітіне өзін алып қашуын өтінеді. Еш қарсылықсыз жігіт келісіп, жібекті алып қашады. 2021 жылдың желтоқсан айында бір үйдің босағасын аттап, ақ келін атанады. Барғаннан өз көзіне өзі сенбеді. Осы уақытқа дейін мектеп директорының баласымын деп алдап келген жігіттің отбасы өте қарапайым отбасы болып шықты. Ата-анасында жай қарапайым жұмысшы екен. Үйдегі жағдайды көргенде өзің алдағанына іші өртеніп барады, бірақ қайтарға жол жоқ. Қайтып кетсе, барлық сыры мәлім болатын жібек амал жоқ сол үйде қалады. Уақыт зымырап өтіп, ай күні жетіп, жібек шекесі торсақтай ұлды дүниеге алып келеді. Барған жерінің жағдайы нашар болғандықтан дүркіретіп шығаруы болмады. Өзі баласын құшақтаған күйі үйіне келді. Бұл уақытта жібектің жасы небәрі 17-де. Ерте бала көтеріп ана атанған жібек соңғы кезде өзінің осы уақытқа дейін жасағандар үшін өкінеді. Барлық жастық шағын өз қолымен ойрандаған үшін өзін іштей мүжіп бара жатқандай. Барған жерде қазір жібектің өткен өмірінен хабардар болды ма, әлде жүкті болып барғаны жақпады ма, жібекке түйсуін бастады. Тәрбиесізсің, жеңіл жүрістісің деп көп айтатынды шығарды. Осындай өмірден жалыққан жібек соңғы кезде өзіне сондай бақыт сыйлаған Алмастың қадірін түсініп, сағынып жүр ғой. Сол оймен Алмасқа хабарласты. Жақсы көретінін, сағынғанын айтып, жылап та алды. Алмас та кезіндегі сүйіктісін жылаған жанына батып, әлде сезімі барын жасырмады. Жібекке ажырас, балаң да керек емес. Өсіп бағамын, саған үйленемін деді. Бірақ жібек олай жасауға дәті бармады. Қазір жібек жас ана, алданышы тек сәби ғана. Сонымен алданып уақытын өткізеді. Бірақ Алмас еш ойынан кетер емес. Көңілі жабырқаулы. Өткен ісіне өкініп, Алмасқа деген сағынышы күннен күнге басылар емес. Сағынышын басатын амал іздегенмен еш өзгеріс жоқ. Тек қана өтіп кеткен уақыт келсе, барлығын бағалар едім деген ой ғана.